Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоны көрместен бұрын каналыма тіркеліп, қоңыраушаның суретін баса кетуді ұмытпаңыздар. Каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетулеріңізді сұраймын. Қанттың пайдасы мен зияны туралы алдыңғы видеоларда айтқан болатынмын. Бұл жолы қантты немен алмастыруға болатыны жайында айтатын боламын. Қызықты ақпараттарды жіберіп алмас үшін видеоны соңына дейін көріңіздер. Қанттан бас тарту қазіргі кездегі пайдалы трендтердің бірі. Бірақ біздің жүйке жүйемізге күнде тәтті керек. Сондықтан қантты рационнан мүлден алып тастамай, оны пайдалы баламамен алмастыруға болады. Ақ қант ішектер жұмысын бұзады, тері қартаюын жылдамдатады, тәттіге құштарлықты арттырады және артық салмақ қосып алуға себеп болады екен. Ақ қанттың құрамында пайдалы заттар аз және ол тәуелділік тудырады. Оған қоса көптеген өнімдердің құрамында қант болғандықтан біз күніне өте көп қант мөлшерін тұтынамыз. Осы және өзге де қанттың зияны туралы менің видеомды көре кетіңіздер, сілтемесін видеоның астына қалдырамын. Рационымыздағы қантты алмастыра алатын табиғи тәттілендіргіштердің тізімін ұсынамын. Ең бірінші өнімдердің қатарына бал кіреді. Бал тәтті өнім, сондықтан оны десертке дәм беру үшін бір шай қасық қосу жеткілікті. Алайда кей адамдарда балға аллергия болғандықтан ескерген жөн. Қантты алмастыра алатын тағы бір өнім құрма, финики. Құрмаларды ыстық суға 15 минутқа салып қойыңыз да блендермен езіп алыңыз. Тәтті әрі пайдалы паста аласыз. Келесі өнім банан. Банан калориялы, бірақ пайдалы жеміс. Бананды десерттер пісірерде қанттың және жұмыртқаның орнына пайдалануға болады екен. Үйеңкі шәрбаты. Үйеңкі шәрбатын қанттың үйеңкі шырынынан дайындайды. Оны пісірмелерге тәтті шәрбат ретінде емес, етті және көкөністі тағамдарды пісіруге де пайдаланады. Топинамбура шәрбаты. Топинамбура шәрбаты ішектер микрофлорасына жағымды әсер етеді. Оның дәмі де жақсы. Оны десерттер пісіргенде қанттың орнына пайдалануға болады. Сондай-ақ оны қантсыз пісірілген құймақтардың бетіне жағуға да болады екен. Бірақ бұл шәрбатты күніне 40 граммнан артық қолдануға ұсынылмайды. Мұндай шәрбатты сатып аларда құрамын оқыңыз. Онда топинамбура түйнектері мен су ғана болғаны жақсы. Жоғарыда аталған қант алмастырушылардың пайдасын тереңірек білгілеріңіз келсе, сілтемесін төменде қалдыратын боламын. Видеодағы ақпараттар сізге пайдалы болған болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісе кетуді ұмытпаңыздар.